Атыраудағы жүн өңдеу фабрикасына жабылу қаупі төніп тұр. Ассалаумағалейкум құрметті тыңдаушылар, күннің соңғы жаңалықтарынан хабардар болу үшін каналымызға жазылуды және лайк баса кетуді ұмытпаңыздар. Осыдан біраз жыл бұрын қызылды-жасылды жарнамасы жер жарған Атыраудағы жүн өңдеу фабрикасы дефолттың алдында тұр. Инвестор табылып, фабрикаға қаржы құйылмайтын болса, Қазақстан ішіндегі жеңіл өнеркәсіп саласындағы баламасы жоқ фабрикамен бір жола қош айтысуымыз мүмкін, дейді Массаджид тілшісі. Каспий Лана Атырау жүн өңдеу фабрикасы директоры Назгүл Есмаханованың айтуынша, осыдан 8 жыл бұрын ашылған фабрикада тоқырау проблемасы 2019 жылы басталған. Қазіргі уақытта зауыт мемлекет тарапынан кепілдендірілген тапсырыстың болмауынан және шикізат жетіспеушілігінен тоқырап тұр. Одан басқа да проблемалар бар, дейді фабрика директоры Назгүл Есмаханова. Статистика бойынша Атырауда 30 мың бас, Ақтауда 60 мың бас түйе бар. Кезінде Атыраудағы фабрика ашылғанда 90 мың түйе малынан жылына 150 мың тонна жүн жиналады деген болжам болған, бірақ нақты іске келгенде ондай көлемдегі жүн жиналмаған. Атырау әлеуметтік кәсіпкерлік корпорациясы ААQ басқармасы төрағасының орынбасары Нұрлан Қапбазаров айтуынша, қазір тұралап тұрған фабриканы жандандыру мақсатында әлеуметтік инвестор ізделуде. Фабрикада соңғы уақытта жұмыс істемеген, шындығында жаба алмады. Шикізат өнімінің Атырауда тапшы болуына байланысты жүнді өзге өңірлерден де Ресейден тасымалдауға мәжбүр болды. Себебі аталған қондырғыларда өңделетін жүн меринос қойының биязы жүні болуы керек. Түйе жүнін қырқудың өзіндік құны қымбат болғандықтан да фабрика өңделген түйе жүнін басқа өңірлерден сатып алып келді. Кәсіпорынның қазіргі уақытта тұралауының басты себебі айналым қаражатының болмау салдарынан шығарылған өнім көлемі кәсіпорын шығындарының аз бөлігін жапты, дейді Қапбазов. Корпорация өкілінің айтуынша, нарықта халық тарапынан Қытай мен Өзбекстаннан әкелінетін синтетика аралас көрпелерге сұраныс көптігінің және осыған байланысты фабрика бәсекелестікке төтеп бере алмаған. Сол себепті Каспий Лана Атырау ЖШС өндіретін табиғи өнім ішкі нарыққа да шығаратын, шетелге де экспорттауға қарым-қатты қабілеті жететін кәсіпкер керек. Еске сала кетсек, Атырауда жүн өңдеу фабрикасы индукцияландыру картасы аясында 2019 жылы ашылған болатын.